бүгінгі күнде физик апайына беретін боламын. Мен аты жөнім Азылбекова Жұлдызай Аспандиярова. Енді кезекші орныңыздан тұрып маған сыныпта кім жоқ екенін айтсаңыз, тізім бойынша. Кезекші кім? Бүгін сыныпта барып келіп, жақсы рахмет. Ал енді балалар, сабағымызды бастамас үшін біздің ұлттық құндылығымызды жоғалтпау мақсатында сіздермен бір шаңырақ астына бірігіп, барлығымыз ортаға бір лентадан тартып ала қойыңыздар. Кішкене ортаға тұрайын деп сізден айнала қоршап тұрыңыздар. Енді осы бір-біріне ал енді бір-бірлеріңізге жақсы тілектеріңізді тілей қойыңыздар. Жақсы, рахмет. Сіздерге де мен сәттілік тілеймін. Болып отыра қойыңыздар, жарайсыздар. Ал енді балалар отырмас бұрын мына жерде топқа бөлініп алайық. Бұл жерде топқа алма, картошка, сәбіз. Картопты алған топ мына топқа бөлгенбіз. Сәбіз алған топ екінші топқа, алманы алған топ үшінші топқа бөлгенбіз. Жетті ма барлықтарыңызға? Жақсы, рахмет. Ал олай болса балалар, біз енді өткен тақырыппен жаңа тақырыпты байланыстыру мақсатында мен сіздерге Google форм ссылкасы арқылы өткен тақырыппен жаңа тақырыпты байланыстырғым келіп тұр. Қазір мен сіздерге ссылка жіберемін. Сол ссылка бойынша сіздер үй тапсырмасын орындайсыздар. Жақсы ма? Ол бізден жібердім. Енді ол бізде мынандай ссылка шығады сіздерге. Мына жерге аты жөні деген жерге өз аттарыңызды жазыңыздар. Мысалы, Аннен Адрепен жаза салайын әзірше. Енді қараңыздар, дәле деген тұр. Осы дәлені басу арқылы сіздер орындайсыздар. Мынандай тест сұрақтары шығады. Осыны белгілейсіздер. Сіздер мен мысалы жолдың өлшемдігі не деген сияқты мен белгілеймін тұрайын. Сіздерден кейін осыны мен белгілеу қалай қанша бал шыққандығын сіздерге көретін боласыздар. Өздеріңіз көресіздер. Ал енді бағалау бойынша балалар, сіздердің алдарыңызға банкомат берілген. Осы банкоматта сіздің әрбір бір сұрағыңыздың жауабы 0,5 балл. Сол 0,5 балл үшін ақшаның құнына емес, ақшаның санына қарай бағалаңыздар. Осы ақшадан қанша жинайсыздар? Бір ақша 0,5 балл. Түсінікті ма? Олай болса, келістік. Ары қарай ашып тұр ма? Кімде ашылмай қалды? Сіз ашылмай. Өздеріңіздің жауаптарыңызды қазір көрсетемін. Қай жерден жауап айтылады екен? Кімнің бюджеті айын? Болдық па? Ал? Шынын айтып? Болдық па түгел? Кім болды? Болғандарымыз бері қараймыз. Болғандар қол көтеріңіздер. Bir adam anlatıyor. Ağzından bakalım sonra.
телефон жоқ болса тақтадан белгілейміз, келіңіз. Мына жерден көрсетеміз. Мына жерден өз атыңыз жазылса келіп отырыңыз. Мына жерде мен жаңа Алина деп жазып қойдым, енді атыңызды. Мынаны белгілей қойыңыз сіз. Есіңізде? Осыны белгілейміз. Сіздің неңіз, жауабыңыз мына шығып тұрады. Қайсы, мынаны төмен түсіріңіз. Ал. Ойнамайыз. Енді мына жерде сізге жауап шықты. Көрдіңіздер ме мұны? 5-те 7. Сіздер мына 5 сұрақтың 7 сұрақтың 5-еуіне дұрыс жауап бердіңіз. Яғни 2-еуі қате. Мына жерде қызыл болып жанып тұрады, дұрыс емесі X болып тұрады. Тоқтайтын, жауабыңыз өзіңіз белгілеп алыңыз. Енді балалар кім болды? Қазір болды сесе болды, бәріңіз болсаңыздар. Белгілеп қойыңыз. Енді отправить дейміз. Мына жерде тұр еді. Отправить. Мына жерде сіздердің жауаптарыңызша посмотреть баллы дейді. Осы жерде сіздер көресіздер, мына жетеуіне дұрыс жауап берді. Енді балалар, олай болса жарайсыздар. Енді мына жерде қараймыз. Google формасы дискрипторға қараймыз. Енді сіздер қараңыздаршы, мына жерде өткен білім мен жаңа білімді байланыстыру мақсатында 7 сұрақтың 4-еуі дұрыс болса 0,5 балл. Яғни бір ақша аласыздар. Егер 4-еуден артық жауаптар үшін 2 аласыздар, ол 1 балл болып есептеледі. Түсінікті ма? Ал олай болса, кім қалай жауап берді? Жауаптарыңызға қарай ақшаларыңызды ала қойыңыздар. Бәрі дұрыс болса 2 аласыз. 5-еу дұрыс болса 2 аласыз. Біз бұнда 2 аласыз. Болдықтан ақшамыз санап, сол ақша, жинаған ақшаларыңыз бойынша бағаланасыздар, жақсы ма? Болдық қойын олар, ал олай болса келесі бізде мағынаталы. Яғни балалар, мына жерде мен сіздерге көрсеткім келіп тұр. Мынау не? Тас. Ал мынау не? Мақта. Ал енді осының екеуінің мен таразыға қойсам, қандай айырмашылығы бар? Бірақ көлемдері бірдей. Мақтан қойсам жеңіл. Ал неге? Массасы және тығыздығы байланысты екен. Ал олай болса балалар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы дәптерлерді ашып жазыңыздар. Заттың тығыздығы және тығыздықтың өлшем бірлігі.
видеомыздың мақсаты балалар, яғни тығыздықтың мәнін түсінеді, анықтамасын айта алады және формуласын жаза алады. Қатты денелер мен сұйықтардың тығыздығын тәжірибе жүзінде анықтап, есебін шығара алады. Ал енді олай болса, мен сіздерге қазір осы жерде бір видео көрсеткім келіп тұр. Осы видеоға тоқталмас бұрын жалпы тығыздық дегеніміз не? Тығыздық дегеніміз балалар, тығыздық дегенді ро әріпімен белгілейміз. Жазылуы ро, айтылуы ро. Тығыздық, өлшем бірлігі, енді тығыздықтың формуласы масса бөлінген бұл. Яғни қандай? Массаның көлемге қатынасы. Бұл жерде массаның өлшем бірлігі қандай? Килограмм. Ал көлемнің өлшем бірлігі? Метр куб. Міне балалар, осы да біздің ненің өлшем бірлігі шығады? Тығыздықтың өлшем бірлігі сонда килограмм бөлінген не болды? Метр куб болды. Енді балалар қараңыздар, мына жерде тығыздықтың формуласынан біздер массаны табу керек болса не істейміз? Егер мына жерде 10, мына жерде 5, мына жерде 2 деп алса, математикалық түрде. Мына 10-ды табу үшін не істейміз? 10 оның өлшем бірлігі қалай болып өзгереді? Килограмм метр куб, яғни көбейтілген көлемдігі метр куб. Сонда метр куб пен метр куб қысқарып, не қалады? Килограмм қалады. Ал енді көлемді табатын болса, не істейміз? Көлемді табатын болса, бесті табу үшін не істейміз? Массаны бөлеміз. Сонда массаның өлшем бірлігі килограмм, ал көлемдігі килограмм бөлінген метр куб. Сонда не істейміз? Метр куб. Яғни көлемнің өлшем бірлігі сонда метр куб болып қалды екен. Ал олай болса видеоға тоқталайық балалар. Біз әртүрлі заттардың тығыздығын анықтағымыз келсе, ол заттың бірлік көлемін қарастырғанымыз жөн. Ол үшін біз кейбір өлшеулер жүргізіп, нәтижелерін кестеге енгіземіз. Дененің бірлік көлемінің массасы дененің тығыздығы деп аталады. Тығыздық әртүрлі бірліктермен өлшенеді. Мысалы, алюминийдің тығыздығы 2,7 грамм бөлінген сантиметр куб, немесе 2,7 килограмм бөлінген дециметр кубқа тең, немесе 2,7 тонна бөлінген метр кубқа тең. 2,7 тонна бөлінген метр кубты 2700 килограмм бөлінген метр куб деп те жазуға болады. Немесе 2700 грамм бөлінген дециметр деп, немесе 0,10-27 килограмм бөлінген сантиметр куб деп жазуға болады. Екі агрегаттық күйдегі бір зат бірдей екі ыдыста тұр. Мұз жылы ауамен әрекеттескен кезде ол... Ал енді не түсіндік? Заттың тығыздығы дегеніміз не екен? Жарайсыздар. Ал енді формуланы түрлендіріп өлшем бірлігімен көрсеттім. Я болар еді? Олай болса, мына жерде тапсырма орындайық. Мен сіздерге қазір оқушы дәптерін таратамын. Әр оқушы мына жерде тапсырма берілген сіздерге. Сұрақтар берілген. Осы сұрақтарды сұрақ түрінде емес, формула түрінде жазып шығасыздар. Жақсы ма? Жауабын жазып отырмаймыз. Біріншісінде ғана жазбаша жауап. Қалғанның бәрінде өз фамилияларыңызды жазуды ұмытпаңыздар. Мына жерде фамилия, мына жерде, яғни тапсырма, мына жерде жауаптарыңызды жазып, соған қарай мен сіздерге бал қоямын. Жақсы ма?
Балалар, 2 минут уақыт жетеді. Иә, 2 минут уақыт беріледі. Еске жаза қойыңыз. Сұрақ өте жеңіл. Кімге қандай көйлек керек? Иә, жаза бер, ештеңе ме? Мына жаққа жаза бер, жауап берген жерге жаза берсін. Иә, кімге түсініксіз бала? Түсінікті ме? Жаза бер, бәрібір астына жаза бер. 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп жаза бер. Сол парақтың бетінде болса болды, жауабын қай жерге жазумен теңіз қалай? Болыңыз. Бәрін бірге болады, болған кезде. Ал балалар, енді мына топтың тапсырмасын 2-3 топ тексереді. Картоп тобының тапсырмасын сәбіз тобы, сәбіз тобыныкін алма тобы, алма тобыныкін картоп тобы сіздер тексересіздер. Жақсы ма? Қайсына мұны дискриптер берілген, заттың тығыздығы дұрыс болса 0,5 балл, яғни заттардың тығыздығын анықтау әдістерін айта алатын болса, оған және 0,5 балл, ары қарай тығыздығы мен көлемі бойынша дененің массасын анықтауды білетін болса 0,5 балл, массасы мен тығыздығы бойынша дененің көлемі білсе 0,5 балл, жалпы 2 балл. Түсінікті ма? 2 балл болған жағдайда қанша ақша санап аламыз? 4 ақша санап аламыз. Егер 1 балл болса, 2-ін санап аламыз. Банкоматтан шешесі төлер. Болды ма? Кім болмады ма топтан? Сіздер болдыңыздар ма? Бәріңіз? Болмағандар бар ма? Сіздер болдыңыздар. Сіздер болсаңыздар бірінші топқа бере беріңіздер жауаптарыңыз. Болдық па? Ал жинағыздар. Жинап сәбіз тобына беріңіздер. Бәрін жинап бір адам сәбіз тобына апарып беріңіздер. Мен шығармаймын, 2-3 топ тексереді. Болма сіздерді антеле қойыңыздар. Мен аламыз. Антеле қойыңыз. Мені қойыңыз. Маған білесің, болды уақыт кетті. Сіздер кім бердіңіздер қойып, сіздер мынаны тексеріңіздер. Сіздер кім ма? Сіздер мынаны тексеріңіздер. Ал бір-бірден алыңыздар да дұрыс жауабын дұрысын дұрыс емес. Астына бал деген жерге жазып шығыңыздар балын, жақсы ма? Астында бал деген жер тұр ғой. Қанша бал жинағанын, яғни мына жерге жазасыздар балалар, бағасы деген жерге, жарай ма? Тексересін ал дұрыс па, дұрыс емес па? Бірінші сұрақ бойынша дискрипторға қараңыз. Не істеп тұр? Заттың тығыздығы дегеніміз не, дұрыс жазып па? Дұрыс болса 0,5 балл, 0,5 деп қаста қойғанбыз. Екіншісі бойынша тағы да 0,5 балл, дұрыс болса. Сонымен санайсыз жауып тұрады. Мұна екеуі бір сұраққа жібек балалар. Түсініңіз ғой, дискриптор бойынша. Ана жерден яғни 2,5 балл шығып кетті деп отырмаңыздар. Қайтсе болса, қабылдамаңыз. Шығаңыз. Үш жарым балл. 3'те 5. Дұрыс. 3'те 5, 0,5, 0,5. Ой, бір жарым балл. Қате болса, ешесе жазбай қойыңыз, е? Қате болса, сол қате бер жазып қойыңыз. Бір сөйлесті. Болса, 1, 2, 3. Сонда 1,5. Бұл қанша тексеріп, ағалар жылдамдатайық.
Есіне қайтарайын. Апай нағыз 2 мың тексерді. Тексергендеріңіз бар? Сіздерді ол, енді өз балдарыңызды қараңыздар да, сол жазған балдарыңызға қарай ақшаларыңыз санап алыңыздар. Болдық па? Енді сол өз нелеріңізді ақшаларыңыз санап алыңыздар, содан келесі тапсырма яғни иықтас отырған көршіңізбен біргесіз. Сонда екеу ара, сіз екеуіңіз бір тапсырма орындайсыздар. Сіз екеуіңіз бір тапсырма, сіз екеуіңіз бір тапсырма, сіз екеуіңіз бір тапсырма боласыздар. Сіз екеуіңіз сізбен мен жұптасам. Жақсы ма? Сізбен де мен жұптасам. Жұпсыз қалмайсыз. 2 балл болса 4-еуін аласыз. Енді балалар, одан кейін қараңыздаршы. Мына жерде алюминий, болат, мыс, қорғасын деп тұр. Бірінші топ, астына жазып қойған көрдіңіздер ма? Бірінші жұп алюминий табасыздар, екінші жұп болатты табасыздар, үшінші топ мысты табасыздар, төртінші топ қорғасынды табасыздар. Сіздер қайтадан алюминий табасыздар, сіздер болатты, екеуміз нені табамыз? Мысты табамыз. Сіздер нені қорғасынды табасыздар. Қорғасын, сіздер ары қарай нені алюминий, болат, мыс екеуміз. Жақсы ма? Ал, олай болса кеттік. Осы қағазға орындай берсеңіздер де болады артынан. Жоқ, 5-ші тапсырма таштар орындайды. Иә, тығыстығыз. Қараңыздар, массалары бірдей, бәріне масса беріліп тұр. Көлемдері әртүрлі болады. Массалары бірдей денелердің несін табамыз біз оны? Алюминийдің тығыздығын қайдан аламыз балалар? Кітаптың артындағы кестеден аламыз. Қызайып, іштеген ме? Қойын ерді кезекті жаза берейді. Жақсы ма? Бәрі ғой ғалысы жоқ. Бәрінже білген жаз. Ұрғымызды кестеден қарап жазасың. Қайсы біздің мұс қой? Мұстықпен қарайсың. Енді өтесер айтып кетейік. Екінші масса ғой астына. Масса тең бір көлем. Көлемді табу үшін не істедік? Массаны роға бөлдік. Мынаны тығыздығын жазыңыздар. Массаны роға бөле саласыз болды. Сізде көлем табасыздар. Бұл жерде біріншінде көлем. Бірінші тапсырмада көлемдерін табамыз. Өйткені көлемдер неге әртүрлі екенін дәлелдеуіміз керек. Болдыңыз ба? 5-ші тапсырманы? Сіз онда 5-ші тапсырманы қайтара жасадыңыз. Жақсы ма? Иә? Енді сіз массаны жасадыңыз тапсырмаңыз. Масса, енді оның несі? Массаның килограммға беретіңіз. Масса тең қанша? 1 килограмм. Негізгі болсын жүргізді қанша? 8,900 килограмм. Негізгі қалғырып келеміз. Дұрыс па? Көлем табу үшін істейміз. Соны қалай есептеп шығарыңыз бұл. Дұрыс ма? Ал қарда болған бала бар ма? Келесі есепті екінші жұп, біреуіңіз алюминийді, біреуіңіз қорғасынды жаза беріңіздер келіңіздер. Нәмешіре берсе болады ғой. Келе қойыңыздар. Бір-бір есеп.
Кім болды? Телефонды жаза қойыңыз тақтаға. Әр жұптан бір-біреуден, хотя бір топтан бір оқушы шығып жазсын. Жақсы ма? Бірдейін жазбаңыздар, только алюминийені. Çoğun жазып қоя салсыз. Ал тағы да бар ма? Кім болды? Ал енді мына жаққа жазайық. Келе қойыңыздар, мына жаққа жаза қойыңыздар. Жаза беріңіз. Сіз нені қайсысын кім жазып отырсыз? Қай нені жазып отырсыз? Болады, сіз алюминий жаза беріңіз. Бұл жерге берілгені. Так, сіз Болатты жазып отырсыз, мысты жаза қойыңыз келіп. Тақтан мына жағына жаза беріңіз келіп. Мысты жаза беріңіз. Болды ғой сонда алюминий, Болат, мыс, үшеуі мына жаққа келе қойың. Апайымыз болдық. Жарайсыздар. Енді тапсырмаларыңызды маған жинап келе қойыңыздар болсаңыздар, дәптер орындаңыздар ма? Жақсы болды. Екінші тапсырма 66-шы беттегі 3-2 жаттығу болады. Не балалар, оқулықтың 66-шы бетін ашамыз. Так, берілген 4 метр ма? Мен қанап шығайын. Маған тапсырманы берілген біреуіңіз бере тұрыңыз. Жоқ. Кітап. Мен алдым бұл төтеліп тұр. Яғни берілгені 5-шісі 4 метр, 2,5 метр, 2 метр. Ромыз 1,3. Енді, бір көбейтілген дұрыс. 4 көбейтілген 8-ді, дұрыс. Жарайсыз. Сіздердің тапсырмалардың астында дискриптор тұр. Дискриптор бойынша балалар, әр оқушының ақшаларыңызды санап алыңыздар. Жарайсыз. Ромыз 2700. Тақтамен жауаптарыңызды салыстырыңыздар балалар, салыстырып жатсыздар ма? Болды ма? Мына жақты мен өшірсем. Ал балалар, олай болса, дискриптор бойынша әр есептің металдың дұрыс жауабы үшін 0,5 балл, Басқаша екен, да? Ал олар болса балар ары қарай жалғастыра берейік. Ал?
Al kelesi ballar. Kelesi topshirmamiz. Manjilik, bunda da кезекшілер бар қазір. Иә, Арсен. Al kelesi topshirmamiz ballar. Ойлан керек бөліс әдісі. Ол жерге мен 3 топқа 3 түрлі зат беремін. Яғни бұл жерде не сақтаймыз балалар? Қауіпсіздік техникалы, физикалар жерінде қауіпсіздік техникалық ережесін еске түсіремізде. Сол қауіпсіздік техникалық ережесі бойынша бізде естиміз бірігіп, яғни ұлттық құндылығымыз жоғалтпай бірігіп жұмыс жасаймыз. Таразы беремін, 3 ыдысқа сіздерге су құйып беремін, 3 түрлі зат беремін. Яғни қауіпсіздік техникалық ережесі бойынша сіздердің кітаптарға су төгілмеу үшін өздеріңіздің құралдарыңызды естиміз ұқыптап бір жерге жинап қойыңыздар. Енді балалар 3 топқа өздеріңіздің атауларыңызға сай өлшеу құралдарын береді. Яғни орталық топ сәбіз, 2 түрлі сәбіз өлшейсіздер. Біреуі үлкен сәбіз, біреуі кішкентай сәбіз. Бұл неге әкеледі? Алдыңғы өткен тақырыптағы біздің дұрыс емес пішінді денелердің несін көлемін өлшеу. Яғни сіздерде бір алма, қызыл алма, яғни үлкендеу алма, екінші алма шіріген алма. Екеуінің тығыздығын анықтайсыздар. Жақсы ғой. Ал сіздерде картошка, біреуі үлкендеу, бірақ шіренбеген. Екінші кішірек, бірақ өсірген. Яғни бал қазақша. Ал оны олай болса өлшеңіздер. Өлшеген есептеулеріңізді тақтаға жазасыздар что? Өлшеңізді жазылыңыздар. Яғни көлемнің өзгерісін табамыз, балалар, бұл жерде бастапқы көлем, судың көлемін одан кейін сапсы салғаннан кейінгі көлем. Грамм. Мына жерде мынау таразы грамммен берілген, балалар естен шығармаймыз. Мынау біздің литрмен берілген, оны да естен шығармаймыз. Оны халықаралық бірліктер жүйесіне естеміз, ауыстырамыз. Кім болды балалар, уақытты созбай, тақтаға жаза беріңіздер, өлшеп бітсеңіздер. Ой, молодец. Бересіздер.
бересіздер. Иә, болды. Болған топ, жауабын жазыңыздар. Не табу керек сізге? Табу керек нәрсеңіз жазыңыз. Астына. Я, берілді, дұрыс. Табу керек не? Дұрыс. Ал болды па? Бірақ қай топ болды бала? Жұбандатыңыздар енді. Есептеулеріңізді шақтаға жазыңыздар. Тақтаға жаза қойыңыздар, тез-тез. Ал екі топ болып қыздар сіздер қалдыңыздар, ортаға сабыз көбі. Ал 203 грамм дұрыс. 79 грамм. Бұл тұқтаған. Отан келе қоңыз бұл 4 бал. Қатты дейін зұттаны қолданғы анықтағанларының үшін бар. Яғни халықаралық көліктер жүйесіне келтіргендердің үшін 5 бал. Қатты дейінер массасын таразымен өлшеп, оның есептеу үшін 1 бал. Қатты дейінер табылған формалық бой есептеу 1 жарым бал. Az, 8 ақшалар. 4 бал жинаған болсын. Молодец. Дистрикторда сұраңыз. Қақтары дистриктор тұр, сол бойынша мағаныз. 4 бал. Килограмм. 4,8. 4,8.
па? Ал олай болса, диктофонға жаза берсін қыздар. Біз ары қарай тапсырманы жалғастырайық. Ал балалар, сонымен біз бүгінгі сабағымызды қорытындылау, яғни бекіту мақсатына мен сіздерге ғылым докторларының сауалнамасын қойғым келіп тұр. Мына жерде сіздерге жанды дауыста сұрақтар қойылады. Сіздер сол сұрақтарға топпен қай топқа сары сторына бірінші беріліп тұр. Сіздер жауап бересіздер мына сұраққа. Сосын өз жауаптарыңызды олардың жауабымен салыстырасыздар. Ал қосамдайсыздар ма? Ал кеттік. Дұрыс пішінді денелердің көлемін қалай анықтаймыз? Сіздер ойлана тұрыңыздар. Келесі сұрақ картоп тобына қойылады. Ал саламатсыздар балалар. Дұрыс емес пішінді денелердің көлемін қалай анықталады? Дұрыс емес пішінді өзіміз өлшеді, иә балалар, иә? Соны қалай анықталатынын айтасыздар. Ал келесі үшінші алма тобына. Саламатсыздар балалар. Сұйықтықтың қалай анықтаймыз? Сұйықтықтың тығыздығын қалай анықтаймыз? Ал бір минут. Қай топ дайын? Ал айтамыз келесі. Дұрыс денелердің көлемін анықтау үшін біз оның енін, биіктігін, ұзындығын көбейтеміз. Дұрыс айтасыз, молодец. Ал енді келесі топ сіздер бір минут уақыт өтті. Жауап жоқ. Сіздерді қабылдамайын, жауап жоқ деп қабылдаймыз. Жақсы ма? Сіздердікі дайын ба? Ал айта қойыңыздар. Көлемін табу үшін массасын тығыздыққа бөлеміз. Ненің? Сіздерді сұйықтың көлемін, сұйықтың несін тығыздығын тұр. Сіздерге де жауап жоқ. Олай болса жауаптарды қарап тыңдап алыңыздар. Бірінші сұрақ. Қабылдаймыз ба? Ал келесі. Екінші топ жауаптарыңызды естіңіздер. Ой, кешіріңіздер. Дұрыс емес пішінді денелердің көлемін біз арнайы методиканың көмегімен анықтаймыз. Анықтадыңыздар ма сіздер қазір? Көлемін гүнәлі өте болсақ, оған біз жаңағы дұрыс емес пішінін аламыз. Сол кезде қаншаға өзгерді? Сол өзгерісі бізге көлем береді. Өздеріңіз анықтадыңыздар ғой. Қазір үшінші алма топ тыңдаймыз. Тығыздығын өлшеу үшін бізге ең алдымен өлшеуіш қарасы керек. Екінші өлшеуіш цилиндр керек. Ол яғни мензурка және сұйықтық керек. Ал олай болса балалар бізге маған кері байланыс ретінде мен сіздерге қазір ссылка жібердім. Сол арқылы кіріп, стикердің түрін таңдап, сіздер маған кері байланыс беріңіздер. 3Q әдісі, яғни сіздер үшін қызық болған, құнды болған, қиын болған нәрсе. Соны маған 3 нені қысқа нұсқа жауап берсеңіздер. Сіздердің мына жақта мен ашып қояйын оны. Жамбылат әдісі, яғни сіздердің жазған кері байланыстарыңыз маған мына тақтаға шығады. Ал тестер жаза қойыңыздар, 3-ақ сөзбен балалар. Сіз бәрі стикер кіреміз сайтқа, ссылкаға, одан кейін ссылкадан бұрышында карандашпен сурет тұрады. Соны басамыз, және соның қасында қосу таңбасы тұрады. Соны басу арқылы стикер таңдайсыздар, сол стикерді сіздер жазасыздар. Сол кезде сіздердің стикерлеріңіз мұнда түседі. 3-ақ ауыз сөзбен. Сіз үшін құнды болған не, қызық болған не, қиын болған не? 3-ақ нәрсе, ата болғана жазыңыздар болды балалар. Жақсы. Маған қызықты өлшеу қызық болды. Неге өшірдіңіз? Есеп шығару. Және жылдан балалар. Есеп шығару қандай болды? Қиын болды ма? Құнды болды ма? Қызық болды ма? Не болды? Балалар? Кім жазды есеп шығаруды? Жылдан да табамыз, балалар. Шағау сөз. Есеп шығару қызық болды. Формула әртүрлі өлшем бірліктері. Формула құнды болды. Құнды болған тығыздықтың формуласы құнды болды дейді. Жақсы, жарайсыздар. Олай болса балалар үй тапсырмасын алыңыздар.
Үйге тапсырма. Яғни 14-ші параграфты жақсылап оқып, тығыздықтың өлшем бірлігін және тығыздықты есептеу, 3-2 жаттығудың 1-4 есептерді шығару. 63-66 бет. Ал балалар, бағалау бойынша маған сіздердің сыныптарыңыздың кестесі берілген. Олай болса, Майков айым, сіз қанша жинадыңыз ақша? Сіз ақшаларыңыз санап маған айтып тұрыңыздар. Сіз жылдан қаталыңыз. Ақшаны санап сандайтыңызшы маған болды. Айым 11, яғни 7 балл. Ал келесі 12, яғни 6 балл. Ал Еркежан сіздер тез 15, яғни 8 балл. Шапағат. Санап отырыңыздаршы, әрқайсының өздеріңіздің тез. Олай Шапағат. 20, 10 балл. Так, Амир. 20, 10 балл. Аяжан. 10 балл. Так, Еркежан. 19, 9 балл. Так, Инжу. 20, 10 балл. Амина. 19, яғни 9 балл. Диана. 16, 8 балл. Бекжан. 13, 7 балл. Гаухар. 18, 9 балл. Так, Каусар. 18, 8 балл. Оля 9 балл. Жібек. 19, 9 балл. Ақерке. 18, 8, 9 балл тоже. Арсен. 17, 8 балл. Каусар. 18, 9 балл. Іңкар. 14, 7 балл. Анай. 14, 7 балл. Ақбота. 19, 9 балл. Ерасыл. 17, 8 балл. Ал балалар, бүгінгі сабаққа қатысқандарыңыз үшін көп рахмет. Алдағы уақытта сіздерге сәттілік тілеймін. Алдағы уақытта сабақтарыңызды жақсы оқып, Құдай тек қана жақсы күндерде кездестірсін. Сау болыңыздар, сабағымыз аяқталды.